Біржанова Саянур, номер 34-ші орта мектеп 1-ші А сынып оқушысымын. Өртбаев Шеріктен эстафетаны қабылдадым. Мен Абайдың 75-ші жылдығына арнап, Абайдың өмір баяны мен өлеңін айтамын. Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Ибрахим Құнанбайұлы Шығыс Қазақстан облысы бұрынғы Семей өзі Абай ауданындағы бұрынғы Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келді. Абай атақты тобықты руының Ырғызбай деген тобынан тарайды. Қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай, қыстың басы бірі ерте, біреуі жай. Ерте барсам жерімді жеп қоям деп, ықтырма мені күзеуде отырар бай. Кедейдің өзі жүрер малды бағып, отыруға отын жоқ үзбей жағып. Тонға не жылытып, тонын елеп, шекпен тігер қатына бүрсен қағып, жас балаға отта жоқ тұрған маздап, талтайып қақтан алмай өле жаздап. Шалы бар болса, қандай қаян, бір жағынан қысқанда жел жазынып, кәрі қой етчеп сойған байды неге, қай жерінен кедейден тұрсын күйі. Қара қидан ортақап, ұрыспай берсе, ода қалған кедейге үлкен сыйы. Қар жауса да тонбайды бай баласы, үйі жылы күйіс тұтқан айналасы. Бай ұлына жалшы ұлы жалынышты, ағап жүр ойнатар көздің жасы. Мен бұл эстафетаны Асаубаева Зереге жолдаймын.